Қайырлы кеш достар. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы Парасат орденінің иегері Қадиша Букеева атындағы облыстық қазақ драма театрының көркемдік жетекшісі Нұрлыгүл Өтемісқызы Жұбатова. Нұрлыгүл Өтемісқызы, қош келдіңіз. Рахмет. Ең алдымен бұл бағдарлама арнайы эфирларда емес, әлеуметтік желіде, жаңағыдай қазіргі жастардың ортасында тарайтын форматта шығарылып отыр, ашық диалогта. Сондықтан да бүгін біздің ашық диалогымызда өзіңіздің өнер саласыңызға байланысты, жалпы қоғамдағы өзекті мәселелерге бір ой салатын, осыны қарап отырып, осы бір сұрақтың жауабын таптым-ау, осы бір сұрақ мені мазалап жүр, шынымен осындай болады деген, жастарға пайдасы болсын деген бағытта өрбітіп отырмыз. Сондықтан да біздің қарапайым жобамызға шақыруымызды қабыл алғаныңыз үшін үлкен рахмет. Қош көрдік. Енді ең басты сұрақ, өнер саласын неге таңдадыңыз? Жалпы адам баласы өзі таңдай ма екен негізі? Әлде жаратқан сөйтіп бере ме екен маңдайына? Бұл да екі түрлі нәрсе да. Мен өзім таңдамаппын. Менің кішкентай кезімнен өзім сол өнерге қарай бағытым сондай болды. Және әншілікке емес, бишілікке емес, мен сахнада спектакль көргенді қатты жақсы көретінмін. Ол кезде ауыл аймақты аралайтын мына Атырау театры, сосын Қызылорда театры. Нартай Бекежанов атындағы Атырау Махамбет Өтемісұлы атындағы театрлар. Біздің ол кезде енді Оралда театр жоқ. Біздің кішкентай кезімізде ауыл аймақты аралайтын сол театрлар. Сол кезде өзім кішкентаймын, клубқа кіргізбейді құрттай балаларды. Шулайды дейді, үлкендердің қойылымына кіргізбейді. Мен әйтеуір кіремін соған. Соған кіріп, осындай жерде отырып сол спектакль көретін. Маған ең қызығы сахнада ойнаған әртістер ұнайтын. Ән айтқаны емес, билегені емес. Қойылым қойғаны, қойылымдар ұнайтын. Енді мектеп бітіргеннен кейін өзім домбырада ән салатынмын, дәстүрлі өнерге келдім. Бірақ Құдай оңдап ол оқуға түсе алмай қалдым. Содан бір жыл ауылда болдым. Бір жылдан кейін газеттен хабарлама көрем жаңағы. Бізде өнер институтының ішінен актерлық бөлім, режиссура бөлімі ашылып жатыр екен. Енді қараңызшы, менің таңдауым ба? Әлде маған соны таңдатып тұр ма? Жаратқаныңыз. Иә, солай шығар. Содан келдім. Жалпы енді мен неге ол сұрақты қойып отырмын? Өнер жолы жеңіл емес. Қисын өзіндік бір ауырлығы бар, салмағы бар. Осындай жолда енді сіз тәжірибеңіз мол, біршама жылдарыңыз артқа қалды. Бір таңдау болған жоқ па? Қоя қояйын осыны, мына бағытқа қарай бұрайын, немесе бір өзіңіздің ойыңызда, мүмкін жүрегіңізде жалғыз қалғанда осыны тоқтатайын өнер жол деген сұрақтар болған жоқ па? Өткені кейде болып жатады. Біздер, мәселен, замандас, құрбылас, осылай әңгіме дүкен құрған кезде бойында таланты бар, дарыны бар, бірақ әртүрлі қиындықтардан көріп, жаңағыдай сананы тұрмыс билейді. Қоя тұрайыншы мен деген, қазір осы бағытқа қарай, осыны бағыттайын деген өздерінде бір жаңа айтқан таңдау тұрады. Осы сол таңдау сізде болған жоқ па өміріңізде? Мүлдем болған жоқ деп айтсам, өтірік айтам ғой. Сондықтан болды. Ондай сәттер болады әрине. Адам баласы, біздер мына өнер адамдары кішкене эмоцияға берілгішпіз, сезімге берілгішпіз. Сәл жолымыз болмай жатса, өнер жолында кідірістер болып қалады, тоқыраулар болып қалады, ұзақ уақыт бір қойылымдарда ойнамайтын жағдайлар болып қалады. Сондай кезде ол ішіңдегі дүниені қайда жібересің? Осы неғып жүрмін мен деп кейде шаршап қалатын кездерім болады. Кейде бір
болып жатқан қойылымнан ләззат ала алмай қаласың, ойыныңнан. Ай, мен осы уақытым келген шығар бәлкім. Басқа салаға кетуім керек шығар. Мен қателесіп жүрген жоқпын ба, біреудің жолын кесіп жүрген жоқпын ба, немесе біреудің жолын ұстап жүрген жоқпын ба деген талай болды олар. Ондай дүниелер. Енді сананы тұрмыс билейді дегеннен шығады. Ол тұрмыстық жағдайға байланысты, қаржылық жағдайға байланысты ондай нәрсе ойлап көрмеппін. Көбіне шығармашылық тоқырау кезінде сондайлар болып тұрды. Сондай сұрақтар болды. Бірақ сіз арманға адал болып, әрқашанда таңдауды өнерге қойдыңыз. Иә, мен енді өзімнің мамандығыма адал қызмет етіп келе жатырмын деп ойлаймын өзім. Нұрлыгүл апа, мен енді сізді осы біздің өнердің кәдімгідей мәдениет ошағында қызмет атқарып келе жатқан режиссер мамандығыңыз бір, актриса ретінде, өнер саласының майталманы ретінде танимыз біздер жастар. Сонымен қатар әлеуметтік желіде сіздің батыл пікірлеріңізді де оқып отырамыз. Жалпы өнер адамы, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, нәзік, сезімтал болып келеді. Бірақ сізге қарағанда, болмысыңызға, сол бір батырлығыңызға қарағанда, бір өнер адамның қайсарлығы, жаңағыдай батырлық мінезі сезіледі. Өнер жолында жүрген адамда қайсысы басымырақ болады сіздің ойыңызша? Нәзіктік, сезімталдық па, әлде? Бұл біздің сыртқы болмысымызда, жаңағы батыр болып көріну, нақты бетке айта алу, нақты бір мәселелерді тіке төтесінен қою деген табиғатымыздан берілген сыртқы формамыз. Оны жоя алмаймын мен бәрібір. Ал енді ішкі нәзіктік деген болады, ішкі сезім деген болады. Кез келген нәрседен қарапайым адам, кейбір адамдар ол нәрседен үлкен мәселе көрмеуі мүмкін. Мен сол үлкен мәселе көремін. Кейде. Бір ауыз сөзге жылап қалатыным бар. Бір ауыз ғана сөзге қатты қуанатыным бар. Сондықтан бұл іштегі нәзіктік шығар ол. Сыртым қатты болып көрінгенмен ішім нәзік дейсіз. Іште, иә, өнер адамында, бұл кез келген өнер адамында бар дүние. Оны жасыра алмайды бәрібір. Енді жаңа айтып отырмыз, театрда қызмет атқарасыз. Мен өзім студент кезінде, мен алғаш театрға, енді біздің мамандығымызда соған сәйкес келді, қазақ тілі мен әдебиеті факультетінде оқыдық. Серікқали Ғабдешұлы Шарабасов, марқұм ағайымыз, жатқан жері жайлы болсын. Бүкіл бірінші курс студенттің перваштар деп қазақ драма театрын алдын алып келетін. Ең бірінші біздер Махамбет премьерасына бардық әлі есімде. Содан бәріміз тізіп қойды да айтты, ал осыдан кіріп көресіздер, я мені қарғап кетесіздер, я өмір бойы алғыс айтып кетесіздер деп. Шынымен сол факультетте оқыған студенттердің барлығы әлі күнге шейін көпшілігі Серікқали Ғабдешұлына рахметін айтып отқан болар. Одан кейін заман өзгерді. Менің оқу бітіргеннің өзіне 15 жыл өтіп кетіпті. Қазір мынау нанотехнологиялар заманы деп атамыз. Көрермендерді қалай бағалайсыз? Жастар жағы көп па? Театрда аңсап келетін жастар көп па? Қатары көп па? Өзіңізге қарсы сұрақ қоюға бола ма? Болады әрине. Соңғы рет қай қойылымға бардыңыз? Өкінішке орай соңғы рет көптен бері барған жоқпын. Сіз де жастардың қатарына кіресіз ғой? Кіремін. 35-36-ға енді аттап өттім. Көрдіңіз бе? Студенттік кезде сіздерді жаңа мұғаліміңіз Серікқали ағамыз бәріңізді сол театрға алып келді. Кейбіреулерінде сол қалыптасып қалды. Сол заңдылық, сол үрдіс, ол дәстүр, ол өзімен бірге баласын алып келді, күйеуін алып келді. Әлі жалғасып келатқан топтар бар сондай. Ал енді жастар қазір мүлдем келмейді деп айта алмаймын. Оларды да сөйтіп алып келетін шығар ұстаздары, білмеймін. Бірақ көрермен залында отырады. Бізде әсіресе премьералар тұсаукесер уақытында жаңа
қойылым қойылған кезде билет болмай, біздің тіпті өзіміздің артисттер көре алмай жатамыз, отыратын жер болмай. Осы жақында бір премьера өтті. Сонда коридорға шықсам, кісілер келіп жатыр ғой енді. Өмірде театрға келмеген кісілерді көрдім. Бұл қойылым үлкендерге арналған қойылым еді. Залда көбі үлкендер отыр. Сосын көбісінің айтқан әңгімесі, балам алып берді билетті, қызым алып берді, барыңыз деп айтты дейді. Демек бізде қазір мынау әлеуметтік желідегі жарнамаларға байланысты, ол қай жасқа арналған таңдау бар. Қойылымға келетін жастар, қойылымға келетін жас ерекшеліктеріне байланысты таңдау бар. Мүлдем көрермен жоқ деп айтпаймын. Шүкір бар көрермендеріміз. Сіздің қарсы сұрағыңызға кәдімгідей мен ойланып ұялып отырмын. Өйткені шынымен де студент кезінде, кейін жұмыс жасап жүрген кезде, тұрмысқа шықпай мен театрға көп барып жүрдім. Жаңа сіз айтып отқан премьералардан қалмауға тырысатын едік. Өйткені жалпы содан кейін де барасың ғой, бірақ премьера ол ерекше шығатын сияқты әрқашанда. Содан кейін әрқашанда ойлаймын, мен неге театрға бармай жүрмін. Сосын өз-өзіме сылтау іздеймін. Енді балам болды, енді жұмысым бар, енді тағы, оның барлығы тек қана сылтау. Шыны керек сөздің. Мен баламмен қолымды ұстап, жаңа қолымнан ұстап театрға бармағанмын. Жолдасымды барып көрейік деп те үгіт насихат жүргізбеген екенмін. Енді осыдан сабақ алып, және мен сияқты көрермендер болса, шынымен де әлі де кеш емес, сабақ алып, келесіде осындай қарсы сұраққа ұялмай жауап беретіндей болайық. Рахмет. Осы жақында Ақжайық телеарнасы бір сұхбатқа шақырып, сонда да осылай журналист сұрақ қойды да. Қойылымдар туралы сұрақ қойып отыр. Сіз қашан бардыңыз соңғы рет театрға десем, ол кісі мүлдем бармапты. Көптен барған жоқпын дейді. Енді мен сізбен қандай әңгіме айтамын деймін де жаңағы. Бекболат ағамыздың әңгімесі секілді. Содан кешегі премьерада мен сол кісіні көрдім, келгенін көріп қуанып қалдым. Демек бір кісіге әсер еткенде? Маған да әсер етіп отыр. Мен кәдімгідей ұялып, өзім кәдімгідей ойлап отырмын. Анау болады ғой, осал тұсымнан түскен нәрсе деп. Бірақ өзімде қасиет бар, мен әрқашан сынды қабылдай алам, және содан нәтиже шығара алам. Осы күнге шейін ойлап та қоямыз, театрға баратын, театр қасымызда да сол театр баратын дейміз да, бірақ жаңағыдай сылтаулармен қалып қояды. Енді Алла қосса, алдағы премьерада мені көретін боларсыз енді, Алла жазып жатса. Қош келесіз. Рахмет. Театрда тек қана ересектерге емес, сонымен қатар балаларға арналған қойылымдар болады. Оны жаңа айтып отқан әлеуметтік желіде жарнамалау, осы жарнамалау болады. Соның ішінде жаңағыдай видео жарнамалаулар жүргізіледі. Әдемі, саундтрек деп айтып жатамыз ғой, бір киноларға, сол сияқты жаңадан болатын премьераларға да сондай бір видеороликтерді көргенім бар әлеуметтік желіде. Және ол жақсы әсер етеді, қабылдайды жастардың арасында. Сол сияқты балаларға да арналған қойылымдар болып жатыр. Жалпы бұл жерде сұрағым, ересектерге арналған қойылым мен балаларға арналған қойылымның ерекшелігіне де қайсы қиынырақ? Мысалға, баланың алдында ойнаудың өзі де, қалай айтуға болады? Енді бұл сөзді бір баламасын таба алмай тұрмын, фальш деп айтады ғой. Бала тез сезеді соны деген. Дұрыс айтасыз. Негізінде ертегіде ойнау, балаларға арналған қойылымда ойнау қиындау. Өйткені баланы сендіруің керек. Қазіргі баланы сендіру ол оңай шаруа емес. Қазіргі балалар деген өте дарынды балалар. Акселеранттар. Сосын гиперактивный дейді ғой балалар деген. Сондай, оны қазір сен 5 секунд, 10 секундтың ішінде өзіңе қарата алмасаң, ол 30 минут, 40 минут сен далаға сөйлейсің. Сондықтан бұл жерде сендіруің керек. Бізде әр сенбі күні балаларға арналған қойылымымыз болады. Қазір өте көп келеді. Ата-аналар да, балалар да ертегілерге өте көп алып келеді. Осы күні кеше ғана негізінде бір сеанс болады ғой енді. 300 бала отыру керек. Даладан жан-жақтан келіп, каникулда сыймай қалып,
2 сеанс, 3 сеанс беретін де кезіміз болады. Кезектен тыс. Бұл енді әртістерге біз енді расписаниеміз, кестеміз бойынша жүреді ғой жұмыс деген. Сол арада хабарлап жатамыз. 10 минуттан кейін екінші сеанс, 10 минуттан кейін үшінші сеанс деп. Ондай уақыттарымыз болады. Бұл демек біздің ертегілеріміз, біздің әртістердің ойнауы балаларды қызықтырып тұр. Әйтпесе олар бір көргеннен кейін екінші қойылымға келесі сенбіде келмеуі мүмкін. Бірақ бізде шүкір келіп жатыр. Аншлаг. Сосын біздер мына биыл наурыз айында өте балаларға арнап жаңағы ертеңгілік өткіздік. Қазақы дәстүрмен батырларын шығардық, жырауларды шығардық, салт дәстүрлер көрсеттік, ұлттық киімдерімізді көрсеттік. Ана сыртынан қарап тұрғанда балалардың қуанғанын көрудің өзі, ана батырлардың бәрі музыкамен шығып келе жатқандағы ана балалардың қуанғаны, бет әлпеттеріндегі өзгерістер, оны көру, ол мүлде бөлек сезім. Риза боласың да, бәріне риза боласың. Осыны көрсеткеніміз қандай? Мейлі келіп отырған 150 бала, бір сеанста 150 бала болады. 150 баланың 5-еуі ең болмағанда ұлттық құндылығымызды сезініп, бізде осындай бар екен ғой дегенде дүниелерді алып кетсе, оның өзі бізге жетістік. Соны сендіре алсақ оларға. Баламен жұмыс жасау оңай емес. Сондықтан оның қиындығы көбірек, баламен қарым-қатынас болады сахнада. Сондай дүниелер. Сізде актерлар бөліне ма, арнайы балаларға бағытталған? Жоқ. Барлық актерлар ойнайды. Барлық ойнайды. Енді көбіне қазір жастар ғой ойнайтын. Бірақ үлкендеріміз де бар ішінде ойнайтын. Бізде Бақтыгүл Жақупова деген актрисамыз бар, үлкен актрисамыз, бізден үлкен ол кісі. Пенсия жасында, зейнеткер жасында. Ол ертегілердің біреуін де бермейді, өзі ойнайды. Керемет. Енді ол да дұрыс болар. Бәрімізде ертегілерді әжеміздің аузынан естіп, сөйтіп өстік. Мына жаңа айтып тұрмыз, сіз актриса және режиссерсіз. Жалпы режиссер болу үшін, немесе актриса болу үшін талант басымырақ болу керек па, әлде кәсіби біліктілік, мысалға оқу міндетті түрде, дипломын алып шығу, сол мамандықтың қыр-сырын тану басымырақ болу керек па? Екеуі де керек. Егіздей. Иә. Таланты бар, бірақ школы жоқ деп атамыз. Талант бар, обаяние бар, сахнадағы жүріс-тұрысы әдемі, сөйлеу әдемі, бірақ кәсіби деңгейі жетпей жатады. Кейбір рөлдерде көп үлкен монологтар болады, үлкен жаңағы қимыл іс-әрекеттер болады. Сол кездерде ол кісі, егер оқымаған адам болса, сол берілген ғана тапсырманы орындайды болды. Ол өздігінен кәсіби тұрғыда, импровизацияға, кәсіби тұрғыда оны жандандыруға әрмен қарай оның жаңағы айтқан школасы жетпей жатады. Бұл өте кедергі болады. Сондықтан актер талантымен бірге өзін дамытып отыру керек. Міндетті түрде. Кәсіби дамыту, рухани дамыту. Бұл бізде кәдімгідей дәстүрге қойылған дүние. Енді біздер көрермендер әдемі қойылымды көреміз. Ал сахнаның сыртында ол жағында қызық болар. Сахнаның сыртында кәдімгідей үлкен, ауыр маталардың ар жағында не болып жатыр. Сол сахнаның сыртында сізде есте қалған бір форс-мажор дейді ғой, ойламаған нәрселер, бір жағдайлар болып қалды ма? Есіңізде қалған, ең күлкілі болсын, ең қорқынышты болсын, немесе жаңағыдай тамсанып, кәдімгідей бір үлкен бір сезімде болған? Болады ғой, неше түрлі дүние болады. Дұрыс айтасыз, біздер 1-2 ай дайындаламыз, сахнаға әдемі премьера жасау үшін. Сіздер тек қана результатын көресіздер оны, тек нәтижесін ғана. 2 айлық жұмыстың нәтижесі сол күні. Ал оған келу этаптары бар, әрбір кезеңі бар оны өтетін. Әрбір мизансценаға шығатын, міне
стол оқылып болады, бірінші пьесаны оқимыз, одан кейін барып сахнаға бірінші шагты бастаймыз, қадамды. Оның бәрі үлкен процесс. Енді жаңа қызықты сәттер бізде мынау реквизит, костюмер, машинистер жан-жағымызда тұрады. Бір кісі ойнайтын қойылым болса да, айналасында 10-15 адам жұмыс жасайды сол кісіге. Сахнаның сыртында. Соның бәрі дайын тұрады. Бір спектакль болды, тойы көп үй деген қойылым. Ол кезде жаңағы қараңғылық кезінде мына біресе көше болу керек, біресе үйдің іші болу керек. Сол көшеден үйдің ішіне ауысатын кезде стол бәрін әкеліп қойды да, мына арт жақты бүйтіп жабатын жабын бар еді, соны жапты да, жаңа реквизит төменнен бірдеңені алайын деп отырған кезде свет жанып қалды ғой. Свет жарықты жандырып тастады. Енді қайда кетеді ол? Столдың астына кіре салып бүйтіп. Менің ана жерден өтетін жолдарым бар. Өтейін десем, көзі бақырайып жазира жатыр. Күліп қоймау керек. Анау сахна деген андай ауыр сахна бір. Сол ана сахна біткенше тоңқайып жатты сол столдың астында. Бірақ енді оны көрермендер байқаған жоқ, көрген жоқ. Жарық сөнгенше ол және ұзақ сахна болып кетеді ғой сондай уақытта. Осындай дүниелер болып тұрады. Анау сақал жапсырып шығатын, мұрт жапсырып шығатын қойылымдар болады ғой. Кейде бір клей кетіп қалып тұрады. Көзіңмен атып бүйтіп гримерді іздейді. Гример сол сахнаның сыртында жанталасып клейін ұстап отырады. Көп. Және андау бір киім ауыстырып тез шығатын сахналар болады. Тастай қараңғы жерде киім ауыстырасың және. Мынау қараңғылық болады, сол екінші сахнаға шыққанда сен басқа киіммен шығуың керек. Бір секундтық жұмыстар. Мынаның бәрін лақтырып, аяқ киім қайда қалды, анау қайда, бір аяқ киімді киіп атасың, біреуін біреу кигізіп атады. Қарбалас. Бірақ ана жерге әдемі болып шығуың керек. Ештеңе болмағандай. Ондай сәттер бар. Ондай енді ситуациялар көп болып тұрады бізде. Жалпы енді режиссер деген, мен оны енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, сол есіме түсіп отыр. Біздер студент кезімізде тақиялы періште, сосын жаңағыдай қойылымдар қойдық, студенттік өзіміздер. Сол кезде рольдарда ойнап сомдадық. Кейін жоғарғы курсқа барғаннан кейін, жаңа бірінші, екінші курстарға өзіміз сол жаңағыдай қойылымдарды қойып, яғни сен осы рөлде, сен мына рөлде ойнап, біздер сыртында, сахнаның сыртында, сен былай айт, былай ойна деп өзімізше жаңағыдай режиссер болмағанмен соның кейпінде жүрдік. Сонда әлі есімде ойнағанмен сахнаның сыртында тұрып, бүкіл қойылымды көргеннің екі сезімін өзім сездім. Ойнағанда ойнап отырасың, яғни сенің миссияң бар, соны атқарасың. Ал сахнаның сыртында тұрып, бүкіл қойылым бітіп болғанша жан дүниең шығып кетеді ғой. Мынау аузынан шығып, тығылып, кәдімгідей. Өзім сондай сезімде болдым. Содан кейін ойладым, мен ондағы қойылымда ойнағаным артық екен. Әйтеуір бір берген миссиямды орындап шығам. Ал сіздің режиссер ретінде қанша рет сондай сезімді сезініп шығасыз? Көп қой. Әр қойылым сайын, оны режиссер әр қойылым сайын сезінеді. Ең бірінші бізде қойылым тұтасымен жасақталып шыққаннан кейін тапсырыс болады. Оны біздер көркемдік кеңеске тапсырамыз. Театрдың көркемдік кеңесі болады. Олар қабылдай ма, қабылдамай ма, спектакльді тоқтатып тастауға, алып тастауға құқылы. Ең бірінші сол жерге келгенде басталады жаңағы толқуыңыз, өте ма, өтпей ма, сенің жұмысың жалпы бұл дүниеге лайықты ма, лайықты емес пе, айтатын ойыңды жеткізе алдым ба, көрермен түсіне ме, актерға дұрыс бағыт бердім бе, жалпы драматургияны бұзып алған жоқпын ба. Осы дүниелердің барлығы сенің санаңнан өтеді. Бұл енді қойылымды қойып бастағаннан бастап сенде переживание болады ғой. Міне енді премьера өтеді, зал қабылдайды. Болды, сен далада қаласың, сен ешкім емессің.
сахнада актер құдай, актердің ойыны айтатындары, актердің әрбір сөзі айтатындары, ал ол ойынға, ол сөздерге жан бітіруге негіздеген режиссердің көп жерде жұмысы айтылмай қалады. Бірақ осының бәрін қойған режиссер ғой енді. Иә. Оған да бір марапат болады ғой. Премьерада сахнаға шығып, елдің алдында қошеметін аласыз. Әдемі, керемет шығады. Сол ең әдемі сәт сияқты. Ең әдемі сәтіміз сол. Ең әдемі сәтіміз сол. Содан кейін уже ары қарай спектакль сенікі емес, қожайыны сен емессің. Оны ары қарай алып кететін әртістер. Енді жаңа сөзімізде атап кеттік, сіз актриса ретінде. Жалпы рөлдерді сомдауда қиын рөлдер болды ма өзіңізде? Сол қиын, ауыр рөлдер болады ғой. Сол рөлде болып, кейін қайта өзіңіздің қалпыңызға қалай келіп жүрдіңіз? Егер болса әрине. Біздерде мына Троя арулары деген қойылым бар. Троянге. Өте ауыр қойылым. Сол қойылымда мен Андромаха деген образды сомдаймын. Гекубаның келіні, бұның баласын жаңа жендеттер қолынан тартып алып кетіп өлтіреді. Сол жердегі жанталас, сол жердегі ішкі қопарылыс ауыр өте сахна. Бұл спектакльдің жалпы ауыр қойылым, бұл спектакльді дайындау кезінде біздер қыздар сол жерде қатысатын, ол жердегі көпшілік сахнаға қатысатындардың образы мүлдем ауыр. Глицин деген дәрі ішіп жүрдік, витамин. Жүйкені тыныштандыратын. Өйткені кәдімгідей жүйкеге тиеді. Мына әзірлік кезінде, мына премьераға дейінгі әзірлік, күнде әзірлік, күнде сен жаныңды бересің, күнде жаныңды бересің, күнде жүйке елдік бәрінен түнде түсіңде көресің оның бәрін. Осындай дүниелер болып жүрді. Енді премьерадан кейін барып басылдық. Басқа қойылымдарға кіріп кетуге қиындау болып жүрді бізге. Ананың состояниесінде көп жүріп қалдық та. Бұл бір. Екінші бір дүнием, мен көбіне жаңағы лирикалық, драмалық қойылымдарда ойнап жүрдім да. Бір күні Қиқарлар деген қойылым болды, комедия. Өзім комедияға жоқпын деп ойлайтынмын. Содан режиссер Мұханғали Томанов маған жаңағы Қиқарларда Марго деген рөлді берді, басты кейіпкер. Өзі бір комедия рөл. Мен түсінбей, ренжідім мына рөлді алып. Енді мен алмайым деп айта алмайсың. Мұханға ренжейм, мені сынайын деп жүрма, маған берді мына рөлді. Дейтін Эльмира ойнайтын рөл. Немесе тағы Бибігүл ойнайтын рөл деген сияқты сөйтіп келіп жүрмін. Жоқ, ана рөлді алып шықтым. Алып шыққаннан кейін елдің бәрі бірінші көргенде мені таныған жоқ. Өзіміздің әріптестеріміз жаңағыдай тапсырыста. Сені танымай қалдық деп. Сосын ойладым, менің яғни ампулым тек қана драма емес, немесе лирика емес. Мен бұл жаққа да бара алады екен ғой. Бұл жанрда игереді екен ғой. Оны енді режиссер өзі сезгенді, демек сезген. Сізден бұрын сезген. Менен бұрын сезген, иә. Жалпы қалай өзіңіздің ойыңыз? Рөл адамның тағдырына әсер ете ме? Жоқ, олай деп айта алмаймын. Айта алмайсыз. Бірақ көп кинолардан, әсіресе орыс киноларындағы орыс актерларының тағдырларына әсер еткендері бар. Енді оны қалай әсер етеді деп айтады? Егер адам баласы бір нәрседен секем алса, осы менің өміріме бір бүйтіп қалар-ау, алдымда кездесіп қалар-ау деп күдіктенсе, қазақта бар ғой жаңағы ұшынып кетпесем екен деп тұрсаң ұшынып кетесің деген сияқты. Сондай бір ойың алып қалатын дүниелер болса, мүмкін әсер ететін шығар. Бірақ мен ондайға сенбеймін. Енді сәл өнер, қызмет саласынан бөлек, жаңа атап кеттім, әлеуметтік желі қолданушысыз, соның ішінде Facebook. Өзіңізді белсенді қолданушы ретінде санайсыз ба? Жалпы әлеуметтік желіде
желіні не үшін пайдаланасыз өзіңізге? Әлеуметтік желіні жалпы жақсы дүниелер болады ішінде. Оқитын әдебиет порталында, поэзия порталында әдемі өлеңдер ақындардың негізінде көбіне соларды оқимын. Бірақ қазір әлеуметтік желі деген бір сондай бір аймақ болды ғой. Айтатын ойыңды ашық айта аласың өзіңнің парақшаңда. Мысалы, бір бастықтың қабылдауына кіру үшін екі ойлап жүресің, е? Білмеймін, әйтеуір бір бастыққа кіру үшін біраз дүниеге баруың керек, ол кезекке тұрасың, ол келіп болмайды. Ал осы жерге айтқан дүниең тез арада саған жауабы келеді, және соны менің достығымда жоқ болса да, сол дүниелерді оқиды. Және сосын артынан айтып отырады, сіз жаздыңыз ғой деп. Сондай дүниені жаздыңыз, көріп тұрамыз ғой деген сияқты. Яғни басқа аккаунтпен отыра ма білмеймін енді көбісі. Әлеуметтік желіні басында шынымен де жаңағыдай жақсы дүниелерді оқу үшін қолданамын. Посттарым жазып тұрамын, бірақ андай белсендімін деп айта алмаймын. Күніне бір 5-6, 7 күн ұзағына жаза беретіндер болады ғой. Ондай емеспін, олай жаза алмаймын. Бірақ енді аптасына бір рет болар, жазылып болатын шығар. Әлеуметтік желі қазір жастар арасында да жалпы енді бөлінеді ғой. Мәселен, Инстаграмында әлемі бөлек. Өте бөлек. О жақта басқа Қазақстан. Басқа Қазақстан. Турасын айттыңыз, басқа Қазақстан. Сол басқа Қазақстаннан шығады. Ол жерде жастар жылтырға, енді жеңілдемейін, бірақ бір сондай рухани дүниеден көрі бәлкім арзан, ішкен, жеген, киген нәрсеге құмар, жылтыраққа шоу жасап жатыр да, о жақта. Ішкен тамағында шоу жасайды, киген киімінде шоу жасайды, күйеуін қалай қарсылап жатыр, соны шоу жасайды, күйеуінің бұған подарок сыйлық бергенде шоу. Қазір бәрі тек қана экран үшін, экранға ғана қызмет етіп кеткен сияқты болады да маған, телефондағы. Бұлардың шынайы өмірі қандай екен деп ойлаймын да. Шынымен де. Шынайы өмірі, өмір бақи бүйтіп отыратын адамдар. Ол мүмкін емес. Енді отбасы болғасын, ыдыс-аяқ сылдырлап тұрмайды деп бекер айтты. Және енесімен де ойнап атады, атасына да әзіл қалжың, пранк дейтіндер керім болды ғой қазір. Және оны көтеріп жатады жаңағы атасы да, енесі де мазақ болуға көніп атады. Таң қаламын мен сондайларға. Ойланатын нәрсе шынымен де дегенмен де енді бұл жерде ұзақ сол төңіректе бір ой толғау болып кетпесін, бірақ дегенмен де әлеуметтік желіде Инстаграмда айтып жатырмыз, Фейсбукта да салмақты ойлар жазылып жатады, бірақ ол жерде де жаңағыдай жаға тартысып енді айтысып жататын сәттер де болып жатады. Кейде әттеген-ай дейсің. Мынандай дүние бар да, ой салатын, бір жақсы дүниелер шыққан болса, соны бөлісетіндер өте аз болады. Енді жаңағы біреу жалаңаш шығып қалсын, біреу мас болып құлап қалсын, біреу жаңағы екі ауыз сөзі боғауыз өлең жазсын, ананың таралымы мен қаралымын көретін болсаңыз, көп. Не деген деп ойлайсың да. Соны жасап отырған өздеріміз. Өзіміз, әрине өзіміз. Жастар, енді әлеуметтік желіде көп уақыттарыңызды аласыздар, сондықтан да шынымен де рухани байытын, өмірге, өзіне бір сабақ беретін дүниелермен көптеп бөлісіп, соған лүпілді, соған аямайық. Нұргүл апа, енді біздің дәстүрлі сұрағымыз бар өзіміздің. Біздің көрермендерге, біздің аудиторияға қандай 3 кітапты оқуға кеңес берер едіңіз? Қазір енді аудитория әртүрлі ғой. Мысалы, менің оқыған кітабымды сен міндетті түрде оқуың керек деген талап қоя алмайсың ешкімге де. Бірақ соңғы оқыған кітабым Кемел адам, Қайрат Жолдығалидың. Сосын Бейсен және болмыс,
Бұлардың бәрінен де үлкен сабақ алуға болады. Бейсеннің тағдырынан, Бейсеннің өмір жолының өзінен үлкен алфавит деп ойлаймын жастарға. Азаматтық жолы, азаматтық позициясы, жалпы қоғамға жасаған қаншама тірліктері, бұл өзі өмірден өткеннен кейін жазылып жатыр ғой, енді бәрі де ашық. Енді бір кітап, қатты ойландырған кітап, қатты толғандырған кітап, жүрегімде, қалай деп айтамын, жүрегімді езіп, еліме деген аяушылықты білдірген кітап, бұл Бексұлтан Нұржекеевтің «Беу дүние-ай». Осы. Қазір 3 кітап дегенде осыны айта аламын. Бірақ жастар, менің өзімнің үйімде де бала-шаға бар ғой, кітап оқуға онша, әдеби кітап оқуға, соның ішінде әуес емес. Ал енді жаңағы кемел адам, ол әдеби кітап емес, оларды оқуға болады. Олар оқиды оны. Оқиды. Мотивация тұрғыда мен қазір көп байқаймын. Жастардың алдында кемел адам кітабы көп тұрады. Рахмет, Нұрлыгүл Өтемісқызы. Енді Алла қосса театрдың жаңа премьерасында кездескенше сізбен. Әмин. Сәттілік, амандық ең бастысы. Және жақында бір кеште болғанда ақын ағамыз айтып еді, анам айтады, әрбір тыныш күнде әдемі жылы шуақ бар деп. Осындай тыныш күндеріміз көп болсын. Әмин. Ал сіздер мен достар келесі бағдарламада кездескенше.